Бәріңе сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін біз өте дәмді әрі тез дайындалатын печенье пісіреміз. Ал кеттік. Қажетті заттар: 1 шыны қант, жарым шыны сүт, 1 шыны қолдың майы, 1 қасық сода, 6 жұмыртқа. Біз ыдысымызға жұмыртқамызды шағып аламыз. Одан кейін оны жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. Қантымызды салып, әппақ болғанша миксерлейміз. Bir ас қасық содамызды саламыз. Одан кейін 1 шыны майымызды құямыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. Сүтті құйып болған соң жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды салып илейміз. Илеген тестамыз не қатты, не жұмсақ емес қалыпты теста болу керек. Енді қамырымызды 3 бөлікке бөліп, домалақтап илеп аламыз. Сосын 15 минутқа тындыруға жібереміз. Енді қамырымызды оқтаумен жайып аламыз. Қамырды осылай жайып алғаннан кейін, менде өзімде бар осындай формамен кесіп алдым. Сіздерде қандай форма болса, сол формалармен кесіп алуларыңызға болады. Кесіп алғаннан кейін, қантта бір жағын қантқа батырып, лесімізға саламыз. Пешкамызда 180 градуста 20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай дәмді әрі жұмсақ печеньелер шықты. Егер де осы видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.